имам бауырларымыз рұқсат алып, мешіттердің алдында жаңағы хадия жасап, енді пакеттер жасап, оларды сатып, одан түскен ақшаны жаңағы таратып сөйтіп жүргенбіз. Мұқтаждарға барып, сонан жаңағы осы садақа жәшігін тарата бастадық. Келіңіздер, тегін алыңыздар, осылай мұқтаждарға үнемі болсалас тек қана жәрмеңке келіп емес деп. Сонан жаңағы бір апа келіп алған, екі немересі бар екен. Оның суреттері бар менде. Бір үлкенірек ол, оның кейін кішкентай қыз. Сөйтіп, мынарада бір чемалған жақта бір ана жетімдер бар екен. Кішкенесі 2,5 жастар. Жаңағына отбасы мешіттің алдында тұр екен. Бірінші рет шыққан екен, соның жүрегіміз ауырып, бауырымыздың үйіне барып, сонан осы садақалардың бәрін жинап, жаңағы машинкаларын алып, формаларын алып, айтып-битіп, сол жаққа барған едік. Жаңағы кішкентай балаларды алып барғанбыз. Алып барып, бірге болып, енді ерекшеленеді. Апасының мейірімді өскен баламен жаңағы анасы жоқның. Анау апарып тұрған жаңағына жақсы ойыншық, жақсы киім, соны апалар апарып киіндіріп жатса, жаңағы балаларда реакция жоқ қой. Жетімдерде. Анау, Алла разы болсын деп қойып тұрып еді. Машинкаларды апарып берсек, анау біздің балаларымыз жүгіріп кетіп ойнап кетеді ғой, айғайлап. Үндемей ғана отырып, бүйтіп жай ғана жүргізіп отыр. Анау тағдырдың тауқыметі жүректеріне қатты батып кеткен ғой аналардың жоқтығы. Сонан жаңағы апамыз енді Алла разы болсын деп кетіп, біраздан кейін хабарласады. Жүгіріп кетті, көзіне жас. Мен немерем дейді, ертесін оянаса үлкені сұрап жатыр дейді. Апатай, жетімдер қалай болды екен? Бірінші сұрақ сол дейді. Содан мына жәшік қойып қойғанбыз дейді. Сөйтсек, жаңа ғана енді магазинге жүгіріп қалған, үйреніп қалған балалар ғой, мороженое бар, анмыны бар, тәттілері бар. Сонан тиын сұрап 50 теңге 100 теңге алатын дейді. Осыдан кейін дейді, үлкен ол магазинге бармайтын болды дейді, немерем. Мынаған сала, мынаны толтырғысы кеп тұрады дейді, салғысы кеп тұрады дейді. Ол кісілердікі мынандай қағаз ақша жоқ, бәрі осындай. Бәрі осындай. Ана балалардың жинағаны. Соны жаңағына кішкентай немерем қызым дейді, енді ол жасырақ, 5-6 жасар ғой. Табалдырыққа дейін жүгіріп барады, қарап отырам дейді. Ана магазин ан жақта ғой. Деп тұрады да. Бір кезде қолын сілтейді де, жүгіріп келеді, мына жәшікке салады дейді. Міне, Алла разы болсын. Өстіп тәрбиелеуіміз керек ұрпақты. Ал енді сол мешіттерде жүрген жәрмеңке жасап, енді көп бауырларымыз біле, Алматыда сол көп адам жамағат болсын ойлады да, біздерді бір үлкен спонсорлар екен деп. Анау телефонға келе береді, жәрдем сұрап, бірақ көп білмейді де, соны ұйымдастырған әйел адамның пәтерде тұратын. Соны бастамашы болған, Алла разы болсын, әйел адамның үйінде оқытып, балаларды оқытып жүргендегісі, жәрмеңке ұйымдастырып жүргендегісі, сол адам өзін мұқтаж екенін білмейді көбі. Себебі жаңағы блины жасайды, блины дейді ғой, құймақ. Соны жасап, жаңағы магазинге қойып, содан түскен ақшадан жаңағы өз күнкөрісін жаратады. Себебі жаңағына садақа ол бөлек. Көп ақша болды, тарататындай семьялар, өте көп семьялар таратылды, бірақ жоламайды, хақына тимейді. Көп адам ол жағын біле бермейді. Қазірде енді ол адам қатты сырқаттанып жатыр, Алла шипа берсін. Көп нәрсені маған ғибрат болды. Былай алғанда көп жылдар мектепте қызмет жасаған. 20 жыл. Енді кейіннен тыңдап отырсам жаңағындай мектепке енді бара алмады, белгілі жағдай орамалмен жұмыстан ешкім шық деген жоқ, бірақ қанандай
талап болды да. Деді, бұны мен Алла разылығы үшін киген орамалды мен қайдан шеше алмаймын. Еден жуайын, аспазшы болайын. Еден де жуды, аспазшы да болды, қайырымды жасады. Бұл не үшін айтып отыр? Ғибрат. Әрқайсымыз ойлану керек. Мен өзіме сұрақ қойдым. Осы жұмыстан кетесің, осыны айтып, мен басымда тақияны шеше аларым дедім, шеше алмадым дедім. Қиын сұрақ екен. Өзің басыңа келгенде қиын сұрақ екен. Яғни бұл өміріміздегі бір иманның сынағы екен де, сол иманның сынағына біз шыдаймыз ба, шыдай алмаймыз ба деген сұрақтар әркімге туады екен. Алла енді баршамызға иманның байлығын нәсіп етсін. Әрқайсымыз қызметтеміз.